Барша үшін сүйікті болған президент Нұрсұлтан Назарбаев жайлы бүгін таңда шұғыл хабар. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев Қайрат пен Реал Мадрид клубтары арасында ойынға келмеген. Бұл туралы New Vision форумында кәсіпкер Қайрат футбол клубының иесі Қайрат Боранбаев мәлімдеді. Алматы әкімі мәдениет және спорт министрі болды, футбол федерациясының президенті және Реал Мадрид клубының басшылары болды. Сондай-ақ Мбаппе де бар еді дейді. Әзілдеді Боранбаев. Сонымен қатар ол бүкіл әлем бойынша ойынды миллиардтан астам көрермен тамашалаған атап өтті. Айта кетейік, Алматыда өткен ойыннан кейін бақ экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ойынды тамашалауға келген туралы ақпарат тараған еді. Еске салсақ, бұған дейін Назарбаевтың немересі Қайрат Реал матчынан кейін Рахат Әлиевтің еңбегі туралы айтқан едік. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.